Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 3 түрлі жемістен жасалатын мохито компотының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл сусын өте дәмді, әрі жасалу жолы да өте оңай. Қыстың күні сіздерге таптырмайтын сусын болатынына сенімдімін. Ендеше менімен жасап көріңіздер. Ең алдымен барлық жемістерімізді жақсылап жуып аламыз. Содан соң бізге осындай мята, апельсин және лимон қажет болады. Бұл барлық мохито сусынына кетеді. Апельсин мен лимонның сүйектерін алып тастаңыздар. Және мен мохитоның бірінші түріне осындай өрікпен шабдалыны пайдаландым. Бұлардың да ортасындағы сүйектерінен ажыратып екіге бөліп аламыз. Біз жемістерді турап дайындап жатқанда банкымыз және қақпақтары стерилденіп дайын тұру керек. Және осындай суды қайнатып қойыңыздар, бізге қазір қажет болады. Жемістерімізді турап алғаннан кейін біз банкілерімізге үлестіріп саламыз. Банкілерімізге 3 тілім апельсин және 2 тілім лимоннан салып шығамыз. Және кішкене жалбыздан қосамыз. Жалбызды көп қосып жібермеңіздер, әйтпесе мохитомыздың дәмі ащылау болып қалуы мүмкін. Барлығын салған соң үстіне жаңағы қайнап тұрған ыстық суымызды құйып 20 минутқа қойып қоямыз. Келесі мохито түрі бұл қара өріктен жасалынды. Тура осылай ішіндегі сүйектерін алып екіге бөліп аламыз. Және банкілерімізге үлестіріп салып, апельсиннен және лимоннан қосамыз. Болған соң үстіне ыстық суымызды құйып, бұны да 20 минутқа қойып қоямыз. Үшінші мохито түрі бұл алма қосылған мохито. Менің алмаларым үлкен болғандықтан мен бөліктерге бөліп алдым. Арасындағы сүйектерінің барлығын алып тастаймыз. Барлық мохитоның осы жемістерден басқа қоспалары бір, яғни апельсин, лимон және жалбыз қосылады. Жасалу жолдарда бірдей, барлығын салып болғаннан кейін ыстық су құйып 20 минутқа қойып қоямыз. Және 20 минут өткеннен кейін біз банкілеріміздегі суды осындай кастрюльге құйып аламыз. Әр 2 литрлік банка үшін 1 пиала шекерден есептеп, шекерін салып, осы суды қайнатып, қайнағаннан кейін қайтадан банкілерімізге құйып, жауып тастаймыз. Қалған банкілерімізді де тура осылай суын алып аламыз және шекерін салып, бір қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін бірден банкілерімізге құйып, жауып тастаймыз. Осымен біздің 3 түрлі мохитомыз дайын. Жасап көріңіздер, қысқа сақтап ішіп көріңіздер. Егер менің каналымнан жатса, подписка батырмасын басып, лайк басуды ұмытпаңыздар.